Валерий Яковлевич. Ya ülke Amerika emri için Japonya'nın ilk şartını atomlu bomba taşıran değil de Japonya'nın ilkleri bilgi Lavuk Tüylerin ilk böyle oluşan Japonya Asya'nın güçlü çıkışı yani şekilde çok kurulan devletlerin güçlüğüne basıldı. Қытайдың түндік шығышы, Сингапур, Малайзия, осы сияқты көптеген өлкелердің күшімен басып алды. Алар еркектердің көбін қырып, ал эми аялдар үчүн атайын лагерлерди курушкан. Ал аялдар болсо өзүнүн аскерлерине салып берип турушкан. Мындай жырткычтыкты керек болсо, Гитлердин аскерлери да кыздар эмес. Бул өлкөлөрдү Жапониянын баскынчылыгынан ким кошупту? Америка. Албетте Америка кошупту. Бирок бул согушта Америка миңден ашык аскер кемелеринен ажыраган. Жапон аскер башчылары капитуляциядан баштап, акыркы Жапонго алганга чейин согушабыз дешти. Мына ошондо Америка эки атом бомбасын чыгарды. Бирок Борбор шаары Токиого эмес, анын чекесиндеги Нагасаки жана Хиросима деген эки шаарды чыгарды. Эмне керек? Эмне? Анткени Нагасаки бул негизги курал жарат техника чыгарган шаар. Ал эми Хиросима болсо негизги аскердик деңиз флоту болду. Демек булар туура айтасың. Эки атом бомбасын ошол жака таштагандан кийин анан Жапон генералдары багып беришкен. Бирок Америка Жапониянын өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Демократиялык система түзүп, Жапонияны өнүктүрүүгө чоң салымын кошуп, жардам берди. Азыр Жапонияны карагыла. Дүйнөдөгү эң өнүккөн мамлекет. Ал эми Американы болсо, эң жакын досу. Мүмкін мен детсик болмыз, бирок мүмкін сіздердің бюджетсе трайын алған. Мисалы үшін сіз айтып отпайсыз ғой, ошол бирок ошол эле учурда азыр алып барсак эки улут бул немистер жана жапондор башка улуттардан айырмаланып турат десеңиз, мисалы үчүн өзгөчөлүктөрү бар, таза, кан, акылдуу. Бирок ошол эле учурда алардын арасында бийликке жаман аракет кылып, өз калкын азапка салган. Бирок менин бул жерде бир суроом бар. Ушул артта калган улуттар тууралуу эмне айта аласыз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Кеп улутта эмес, кеп системада деп. Мисалы, Жапон элдери менен немистер 70-80% жанагы Жапон милитаристери менен Гитлердин баскынчылыгын колдоп турушкан. Азыр орустар сыяктуу. Качан гана Америка менен Англиянын аскерлери келип аларды талкалап, жакшынакай жолго салгандан кийин гана эле болду. Кандай десем? Мисалы, ошол учурда Корея экиге бөлүнүп калды. Түндүк жана түштүк болду. Түндүк Кореяны орустар кошулду, диктатуралык система келди. Ал эми түштүк Кореяны болсо Америка кошулду, демократиялык система болду. Азыр түштүк Корея эң өнүккөн өлкөлөрдүн катарында. Түшүнүңөрбү? Ошондо улут эмес, бул системага байланыштуу деп айтасыз. Туура, баардык системага байланыштуу. Өнүккөн келсе, система танда. Сөзүңүзгө аралап. Ошол система деп коет. Бул биз реформа жасадык. Кыргызча. Бирок ошол учурда Грузияга барып, бир эмес 100 жол барып келсек, ишке ашыра алган. Мен ойлоп атам. Ошол реформаны кыргыздардын менталитети боюнча балким башкачараак түшүнүп атабыз деген суроо да. Туура келеби дегенде. Туура. Мен жаңы айтып өтпөдүм. Менталитетте же башка нерсе эмес. Эки система. Мисалы, жаңырекиле эки Кореяны алып, Түндүк менен түштүк. Түндүк Корея Орусиянын күчү менен куралданып, дүйнө жүзүн коркутуп отурат. Ал эми аркасында эл ашып отурат. Ал эми түштүк Кореяны караган.
қытындай табиғи кен байлығы жоқ. Бирок кен байлығы толып тұрады. Нефтьке, жаңағы газға, суға керек болса өзінің қанша есе чоң, Орусия. Халқының саны бойынша Кореядан 3 есе көп. Ошоның экономикасына барабар болуп турбайбы? Пек аны түшүндүк. Эми Мақұл. Саған бұл мәселе жақпаса, мен башқа мысал беріп берейін. Немістерді екі мемлекет алады. ГДР менен ФРГ. ГДР менен ФРГ 45 жыл екі башқа системада өтіп кетті. ГДР ФРГдан 30 жыл артық. ФРГдан мысалы Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes, жаңа башқа көптеген акциялар бар, түрлі Өзіңізді білген, азыркы айда ал эми ФРГ болсо жаңағы Трабант менен ушул сыяктуу эле Запорожецтерде начар баштап түрүп чыгат. 1993 жылдары ГДР өлүп калды. Силерге канча аракет кылып демократиялык система эмне экенин үйрөтөйүн десем дагы үйрөнөйүн деген аракетиңер жок окшойт. Бул либералдык экономика деп эмнени түшүнөбүз? Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Либералдык экономика деген бул менчиктүү кол тийгизбеген. Жана ошол менен бизнес ачууда тоскоолдуктун жоктугу. Мисалы өлкөдө жаңагындай бир жаман нерселердин жоктугу. Кандай десем, пара алуу, коррупция жоктугу. Коррупция бар өлкө, эч качан өлкө да эмес. Дагы мамлекетте бюрократия жоктугу. Бюрократия бул коррупциянын ата-энеси. Ал эми мамлекеттин экономикасын тормуз. Мисалы, либералдык экономика жеткен өлкөлөр кайсылар деп ойлойсуз? Сингапур. Туура. Жанагы финалдан өлкөлөр. Сингапур, Малайзия, Эмираттар, Кытай. Туура. Эми силерге мунун баарын түшүндүрүп отурган эми. Андан көрө баардыгыбыз жалпы Григорий Павел Назаровдун китебин окуйлук. Сиздер да окуңуздар. Ошол жакта баардыгы түшүнүктүү, так, даана, ийне чейин жазылган. Баардыгыбыз чоң окуйлук. Окуйлук. Сіздермен сарапташтыққа қалған осы барлық сараса. Біз мемлекеттен ескеруден бастағанымыз аралықтан өтіп кеткенде 1 жыл болып қалды. Анан бұл кеше саяси ағартушы қатары қолында орын толтырады екен. Көп жылда барлығымыз елге жаққан сөзді айтқымыз келеді. Елге жақсы көргіміз келеді да. Өмірге төк астыққа қалғандан қорқып елге қату айтқандан, ашық айтқандан қорқып андай кишиге 5 мың жауыз толбайды. Анан Facebook арқылы саяси ағартушылық еңбекте ал кишиде ешкім ұнатқан жоқ. Ал кишinin көзі өтіп кеткеннен кейін Facebook'ta тузген болып қалды жашоодун жүрөк. Себеби мондай дүйнөлүк саясатта өйдөлдүй болуп атканда ал киши окуп баратканда тік токтойсуң да, комментарий болсун, посттор болсун. Биз бүгүнкү күндө флешмобторго бир жеңил-желпи контенттерге кызыгып, коомду бир жеңил-желпи бир нерсеге байлап коюп барат. Элдин аны сезимине азык бере турган бир электирибиздеги контенттерди жарата албай атабыз. Анан суроо жооп форматында бул кишинин кыска, так, ушунчалык түшүнүктүү берген билимин биз пайдаланышыбыз керек эле. Себеби биздин политологдор болсун, тарыхчылар болсун, гуманисттер болсун, бул кишинин деңгээлинде билим албаптыр. Бул кишиники эмне үчүн кыска, так, жеткиликтүү берип аткан себеби ошол жалпы адамзатка орток баалуулуктарды, фундаменталдык баалуулуктарды жеткире билүү үчүн дагы акыл чөйчөң болуш керек. Бул кишиники ошондой болду. Анан 22 жылы Өлкөнүн кеби демократия деми деген аталышта мен Уркеш сайтында Facebook'тагылардын чогултуп жарыялап бератканмын. Анан бул кишине айттым. Бул эмгегиңиз эгемендик жылдардагы кыргыз коомуна мындай жакшы аренди. Китеп кылып чыгарып коелу десем, кийинки жылы деп жүрүп, 2 жыл менен камалып кеттим. Анан
bir yıl 2 ay ayakta жатып өзүмө мындай фундаменталдуу билим алууга мүмкүнчүлүк берди. Кудайдан ал мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбай, ал жактан 7 китебимди жаздым. Анан чыгып келгенден кийин Facebook'ка жазып калды. Ушуну Павел Назаровду котортой деп атам. Анан Олжобай Шакировду райком же башка альтернатива пикирлер бар деп, жана көпчүлүктө ошол менин атымды атаганынан ошол милдет моюнума артып калды. Анан Ömürgen'in özünün kitabını çıkaralım desem, yok, birinci Pavел Назаров'ın çıkaralımcısı деп turbalık da. Anan ay kişinin kıyalığına çatak, menkirine çatak, anan akıl güzel göz yol uçlarda kol açmayı açtık. Tanrışı. Men ay kişinin müteahhitim da, özümüz demokratlar, liberallık, bağlılıklar, dayıkanız bilen buyrukçul komünistler de ekerisler, kıyalımcılar. Desem çık değişti, ben de çık değiştim. Hacı Mecetlik koydu, özgürce çay vermiyor. Özgürce git kaldı, koşuyor. Bir aydan gidip uçta kaldım. Anam bu kişinin Cenab-ı Pavел Nazarov'da amanatı oldu da. Peki uşunun kırmızı kolundan çok tıraşta çıkar, yayıtları. Anam uyuşturucu işlerin başlayanları, peki çakırlarını sarat başlayanı asgar bayken salmıyor. Çalmadı. Ben bu kitapta akıtı 10 yıl, 20 yıldan beri dilim teşhir kırılsa getire almayı yürüdüm böyle. Arabın gele berek tutup gel kaldıkça, anam kırılsa çıkanla bayka ağlar suyundan, anam işlere gelip bugün gelip arkadaş, anam biz bugün de sos taraftar arkalı ağartıcılarga rahmat aytan. Nurbek Toktak'ın oturup güzelde. Nurbek Mamanov oturup. Bugün de bunların manisi Qo'm ағартудағы тілектештік. Biz ұлттың көрінгісін қайтып арттырамыз. Мынау Павел Назаровты жазған тарихи маалыматтарын өзіміздің Қырғызстанға жазған емес. Жариялағаннан қорқады. Бүгінгі чейин үркін деп жымсалдап айтып келе жатабыз. Анан қарсы көтеріліште қырғын деп айтқан оғыз барбай. Анан ошол тарихчылар дискриминацияға ушундай авторлордучу ешбір жаңылық емес деп, себеби биздин подсознательный ойгон болгон сезимдерибиз, ойгон болгон ойлорубуз бар. Павел Назаров ошол жеңдин баарын таштап берет. Себеби Акбатышанын заманындагы орус отомчулары кимдер эле? Биз аларды дыйкандар деп келгенбиз. А бул киши айтат, орус өкүлү. Ал дыйкандардын баары баягы орус колунда суук тумуш көрүнгөн, өтөлгөн түн ишинген мындай колдон чыккан, Кудайдан жол ачкандарда аларды корпорацияга алып келишкен. Алар отуруп ташып, кыргызды болсо тоонун башына сүрүп чыгарып салышкан. Ошо менен Акбатышалыктын агрессивдикасы келгенсип, большевиктик коммунисттер же бизге ыраа бербейт жакшы жашоону, же экономикалык чарбабызды оңоп кете алганбыз. Себеби Акбатышалыкка чейин кыргыз коомунун жашоо образын түркө салган бир жаратылыш ресурсу ушундай Кудайдан төгүп койгон дейт. Айрыкча Кыргызстандын жери баса бербейт. Кашкарга качып барат, чалынып чыгылган жеринен Германия үстүнө жыргасын дейт. Биз Совет коомунда урмананган тарыхты окуп келгенбиз. Таңууланган тарыхты. Биздин тарыхчылар ошон үчүн булардын эмгегин таарбайт. Албетте Павел Назаровда талаштуу да жерлер бар. Бирок ошонусуна карабай өзү күбө болгон окуяларды кыргыз коомунун акылына кысталып тарыхка анализ кылган жөндөмүбүздү ойгото турган китеп. Мен муну которуп атканда көп жерлерде мындай тарыхка башка газеталарды кароого мүмкүнчүлүк болду да. Себеби биз маани бербей жүргөн тарыхый окуяларга бул киши жол берисинен сезип аралашып, анан орус падышачылыгынын бийлиги эмес, большевиктик коммунисттерден берки саясатты сүрөттөп отурганда бүгүнкү расмий бийликке, Кыргызстандын бийлигине дагы эң жакшы компас, карта. Кен байлыктарыбыз каякта жатат, жаратылыш байлыктарыбыз кандай. Муну адис катары колундагы жанагы балкасы менен акак таштарды да чагып көрүп, анын курамын биз билбейбиз. Себеби мал кендиктүү элбиз. Кылымдардан бери жөө жомок менен келген элбиз. Бага илимдин көзү менен карай албайбыз да. Анын импост катары
мықты ашып береді. Сіздерге көп тажатпайды. Мен жалғыз орыс шәкір емеспін. Екеу бар. Екеу дайыр келіп жатыр. Қызыл тек болып тарқашады. Біреусі нормалды орыс шәкір. Сөйлесе болып, мақұлдаса болып, біреусі тап-тапты кезі. Анан мен ол іс-шараны ұйыстыруда қандай ұйыстырады дедім. Мен ол жерге қиялымды ойлағам, мен бар толыққанды болуш керек. Анан жаңағы кішет өткендерді көріп да шаң басып жатады, ол жерде актерлар отырған болса, кішет түскендерді кішет алған кіші де болып келді. Намазар басым кішет бар екен, кішет алады екен да. Мынау тарихты оқытуда дағы залда Ақшол деген мықты жігіт отырады. Өткенде жаратқан кітебін инвестиция қылып, өзінің айында кітапханаларға тарқатты. Бүгін мен бұл кітаптен 100 іске беріп тұрам. Ағасықтары Жұмакен жаратқаннан дағы екі басқан сатып алып жатыр. Шыныңа ағартушылар. Біз бүгін ұшылардың боларын шығыс керек. Ұшыларды елге жайды шығыс керек. Адалиятқа елетілген инвестиция қылып атқан жігіттерге. Актер орнын сатырып қойсаңыз. Келгенбаев. Бүгін біз ресторанды сөндірген қалыс, мен Асқар Байкеге өзім сөз бар, аның алдында мен спикерлерді шақырайын. Маэстро, келемай. Спикерлерді шығарып берсіз, Салия Ибраимова залда бар ма? Белгілі қотырмашы, біздің ағартушылықтарға тілектесіз. Мамбетасан Ибраев, біздің теолог белгілі қол ағартушы. Біздің мына олда келеді, тапшы Мамбетасан деп оқы керек па? Мектеп деңгейін, білім деңгейін, ислам интеллектуалдарын арттыруда Мамбетасан мырзадай үзен көштер өске артыш. Келгісі? Бенера Сайбиден белгілі оқымышты, жаратылы активист, біздің тілектер ұйыстыру тауырлардағы мана ең тоқылып берген Бегімай Раева. Жаратылы қауымды белгілі активистер, жаңы дүнір, жаңы сындар, ұшы Бегімайға оқшаған жаштардың арасына қоршылықтар барды. Елдар Абакиров, біз көзірді саясатшылардың образын жаңа елдің алдағаны шуылдарды емес, Елдар Абакировте кітап үйлерді образын таныстық дейді. Қолым өзі қалып даяр, ақыл чөчөгі бар, білімді жаштарды. Кітапты оқыған екен, burada orası dilinde, hazır Kırgız dilinde platform. Hani birinci yılında Eldar Sura verip, kızlar hoşuna eski alanı. Banasın egzameni olurken Eldar'a bir söz vereyim. Eldar tutar babay.